Биылғы жылдың есептік кезеңінде облыстың әлеуметтік экономикалық даму деңгейі 3%-ға артқан. Қызмет көрсету саласы бойынша оң динамика байқалады. Әрине, азық-түлік тауарларының қымбаттағанын жоққа шығара алмаймыз. Бұл туралы онлайн форматта өткен аппарат жиынында айтылды. Павлодар облысының әлеуметтік экономикалық даму деңгейі тұрақты. Тек соңғы айларда азық-түлік пен электр энергиясы тарифінің қымбаттағаны байқалады. Ал қалған секторлар бойынша жағдай бір қалыпты. Хорошим импульсом. Түрлі жобаларды іске асыру үшін инвестиция тарту жұмысы мықтап қолға алынған. Бұл бағыттағы жұмыстар 8,2%-ға артты. Бұл тау-кен өндірісі мен ауыл шаруашылығына қатысты. Аналогичного периода прошлого года. Әрине, елдегі шектеу шаралары экономиканың құлдырауына да әсер етуде. Нақтылап айтсақ, жолаушылар тасымалы 13%-ға төмендеген. Себебі демалыс күндері локдаун енгізіліп, көлік қозғалысы тоқтатылған болатын. Жалпы республика бойынша көрсеткіш жаман емес. Аймақ басшысы баяндаманы тыңдай келе ведомство басшыларына бірқатар нақты тапсырмалар жүктеді. Наша дальнейшая задача. Біздің келесі міндетіміз осы көрсеткіштерді сақтап қалу. Тағы қандай мәселелерге үңілу керектігіне назар аудару қажет. Сондықтан барлық іске жауапкершілікпен қарау керек. По промышленности. Ал жиында көтерілген екінші мәселе облыс бюджетіне қатысты болды. Жыл басынан бері облыс қазынасына 102,19 миллиард теңге түскен. Соңғы 7 айдың ішінде 490 миллион теңге игеріліпті. 3,16 миллиард теңгеге мемлекеттік сатып алу жарияланған жоқ. Өңір басшысы аудандар мен қалалардың әкімдері бюджет қаражатының толық және уақытылы игерілуіне назар аудару керектігін ескертті. Сондай-ақ кеңесте дене шынықтыру және спортты дамыту тұжырымдамасын іске асыру барысы қаралды. Туризм және спортты дамыту басқармасы басшысының міндетін атқарушы Дәуір Ерғабыловтың айтуынша, қазіргі уақытта Ертіс өңірінің тұрғындарын дене шынықтырумен және спортпен қамту 33,15% құрайды. 4 жылдан кейін 45%-ға дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Ол сондай-ақ кәсіби спорттан бұқаралық спортқа 218 миллион теңге аударылғанын, олар мемлекеттік спорттық тапсырыста жан басына қаржыландыруға бағытталғанын хабарлады. Бұл жаттықтырушылардың жалақысын 3-4 есе көтеріп қана қоймай, спортпен айналысатын балалардың санын көбейтуге мүмкіндік береді. Облыс әкімі 2022 жылы бұл мақсаттарға 1 миллиард теңгеге дейін бөлінетіндігін, бұл дене шынықтыру мен спортты дамыту тұжырымдамасын әзірлеушілерге үлкен жауапкершілік жүктейтін ерекше атап өтті. Өңір басшысы оған спорт ардагерлерін, жаттықтырушыларды тартуды және тұжырымдаманы 1 айдан кейін ұсынуды тапсырды. Зұлқарнайыр Мұратұлы, Ертіс ақпарат.